Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында кабачоктан закуска жасайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Қонақ күткен жағдайда өте керемет, дәмді. Ол үшін бізге бір дана кабачок қажет. Оны жақсылап турап аламыз. Ұзынша қылып осылай барлығын турап шығамын. Қалыңдығы 3 немесе 5 мм болу керек. Мінекей барлығын турап шықтым. Сыртқа артық қалдықтарын алып тастаймыз, оның қажеті жоқ. Барлық кабачогымызды тізіп, үстінен аздаған тұз сеуіп шығамын. Кабачокқа тұз сіңгенге дейін 2 дана жұмыртқамызды алып, жақсылап езіп шығамын. Мінекей осылай жұмыртқамызды езіп жақсылап. Жұмыртқамыз дайын болғаннан кейін кабачогымызды алып, құрғақ ұнға айналдырамыз. Екі жағында құрғатамыз, содан соң жұмыртқамызға саламыз. Езілген жұмыртқаға екі жағында айналдырып, қызып тұрған табаға пісіріп аламын. Мінекей өздеріңіз көргендей табада май қызып тұр. Сол себепті де шетінен қарап кабачогымызды екінші жағын пісіріп аламыз. Барлық кабачогымызды осылай пісіріп аламыз. Дайын болған кабачокты қойып, ішіне салмасын дайындаймын. Ол үшін маған қызанақ қажет. Орташа 2 дана қызанақ жеткілікті. Қызанағымыздың ішін жақсылап алып, тазартып тастаймыз. Мінекей қызанағымыз дайын болды. Ұзынша етіп турап, оны кубик тәрізді тураймыз. Қызанағымыз дайын болды. Ірімшігімізді алып, үккіштен өткізіп, оның үстіне майонезімді қосып, жақсылап араластырамын. Осымен салмаларымыз дайын болды. Дайын болған кабачогымызды алып, үстінен ірімшігімді саламын, және де қызанақты саламын. Уайымдамасаңыздар болады, кабачок өте жұмсақ. Айналдырған сәтте ешқандай да сынбайды. Үстінен осылай зубочисткамен қыстырып қойсаңыздар болады. Мінекей барлық закускамыз дайын болды. Егер сіздерге менің ингредиентім ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.